Оны оңайсыздық қой. Оны оңайсыздық қосары. Ассаламу алейкум достар. Бүгінгі обзорымызда біздер қызық бір видеоны түсіруге әрекет етеміз. Бұл машинамыз Mercedes-Benz V-класс болып 250 дизельный мотор. 2018 жыл год выпускасы. Коммерческий автобус болып бизнеске мобильный офис десеген болады. Бұл машинаның жақыннан таныстырып өтеміз. Экстерьер әнде интерьері менен. Сыртқы көрінісі бұл машинаның машина 8 орындық болып бизнес коммерческий автобус болып есептелінеді. 8-лік қылсаңдар, бұл бизнеске арналған болып салонның жақына келген. Оптикалары өте сұлу, LED лампалары, хромированная решетка. Машинның эмблемасы. Бұл машинның 360 градусты камералары бар. Жан-жақты түсіре алады. Основной камерасының алдыңғысы. Дальше жүре берсек. Парктрониклары алдында и буксировочный кронштейні бар. Келгенде баллонның размерін көріп өтейік. 19 радиусы, 245 өте сұлу дискалар орнатылған. Және бір камера мына жерде, ол оң жақта түсіреді. Оң жақта бірқатар сыртын бір қапылары. Ішкі салонды кейінен жақыннан көреміз. Артында есігі бұл бизнес топовый версия болып есептелінеді. Әмме комплектациясы бар бұда. Айрым бір моделінде есік, артында есік тек бір қапталында, алдында болса ар жағында да бар, мына жағында да бар. Салонды кейінен бір жақыннан түсіріп отырмыз. Бұл 4 орындық бизнес коммерциялық машин бұл, мобильный офис десегем қателеспейміз. Машинның сыртқы көрінісін бір түсіріп өтеміз. Есігін жауды ғана жерден әзір. Мұнда негер көріп өтеміз. Бұның алдыңғы моделі бұл Vito болып айтылады. Vito. V-класс 250 дизель. 2,5 объемы. 190 ат күшіне ие машина. 4 мотив дегеніміз бұл 4 дөңгелегім, 4 баллоннан ведущий дегені. Артында отражательный жайласқан и парктроник қалыпты, типтроник деп айтады. Болмаса парктроникен артыңғы окошкасын ашып өтеріміз. Артыңғы окошкадан. Мұна жерден көрсет сары қандай. Келің артыңғы үлігін жауымыз әзір. Жауымыз. И общий багажникте. Бұлан багажнигам электропривод болып есептелінеді. Бұл енді бұл сиденьелері жылыстырылған. Артқа болмаса кең қылып қойсаңыз болады. Мына арман бермей жылысып, қалеген режимге қоя берсеңіз болады. Қалеген режимге. Салонның кожаный салон, ішіне кіреміз әзір. Багажный отсекті бірқатар түсіндірген болсам, өте жауамыз. Енді бұл Mercedes, бұған жететіні жоқ. Халықта ең көп мақтап атқан машин осы болып есептелінеді. Бұл машинның салонын, интерьерімен жақыннан таныстырып өтеміз. Және бір Mercedes-дің фишкасы, бұл Mercedes-те элитный машиналарда зонтик комплектте келеді. Rolls-Royce'да бар.
ішін салонды бір көрсетеміз. Салоны кең. Міне анда отырайын. Көріне ма? Или садись сюда. Не заново, но вот все. Салоны өте кең. Енді бұл Мерседес енді. Сол. Жоғарыда люгі бар. Панорамный решалуға арналған. Оңайсыздық қой. Оңайсыздық қосады. Майда балаларда отырғызуға да орындар бар екен. Изофикс, бұл для крепления майда балалардың несі. Өпелерде сиденесі бар. Мына тарапқа бір отырып көрейін. Ана тараптан бір түсір сары. Сиденесі сәл тіклеу болып арналған істеліпті. Ну, пап, мне здесь лучше где-то вот тут сзади сидеть. Это командирское место. Там басықпай отырады. Басықпай. Зарядкалар бар екен. Айнаны ашып жауады. Артыңғы люгі. Есігін жауып көреміз әзір. Есігін жауып іштен түсіріп көреміз әзір. Колонкалары бар, мерді зарядкалар жайласқан. Келің енді алдыңғы салонды түсіріп көреміз. Алдыңғы салонды. Саламат. Үйдейіз. Так, көзқасы бар. Жақыннан таныстырып өтеміз әзір. Сіздерге жақыннан таныстырып өтеміз. Бұл машинға гәп жоқ. Бизнес классы. Чуть подальше можно будет снимать. Bir нелерге қиыншылық ақуаларға түсіп бассаңыз, мына кнопканы бассаңыз, жәрдем келеді, жәрдем. Так, руля. Рульде лепестоклары бар, скорості қайтарып не қылатын. Бұл автомат коробка, 6-ступенчатый автомат коробка болып есептелінеді. Бұл жерде 14,5 дюймовый дисплей жайласқан. Бұл кірмейме деймін, осы тұрысында екен. Мына джойстик, бұл джойстик мына жерден управлять етіледі. Сенсор не болып, джойстик телефондай назад алдыға музыканы өтіреді, сенсорный управление. Дефлекторлары бұл Мерседестің фирменный дефлекторы бұл E-класс. S-классларда да келеді. Так, рульде кожаный руль болып, подогрев руль и вентиляциясы жоқ шығарында. Телефон бар екен, басқару, дауысты көбейтіп азайтамыз. Круиз контроль. Кейін режимлері бар, режим 360 градус. Пап, я уже не достаю оттуда. Кейін және бір бұна жерде ручной тормозы дисплейі. Так, бұна жерде қандай управлениялар бар? Так, люкті ашып жауатын. Бардашокты ашып көреміз әзір. Бардашоклары да ажайып. Кейін мұна жерде 3 памяті бар екен. 3 памяті бар. Ну-ка, Сара. Қане регулировка қол, екінші. Бірінші памяті уже памятластырылған ғой бұл. А ты можешь даже управлять вверх-вниз вот этой головкой. Смотри. Вот смотри, Сара. Спинканы көтеріп түсіреді екен бұл. И астыңға сидушканы жоғарға төменге. Так, мынау не болады?
Так, алдында да зон. Кто-то попробуйте большой. Есть. Так, мына жерде және бір қызықты айтып өтейін, бұл камераға түсіруге болмайды деген, бұл негедір. Бұл енді Мерседестің несі да. Airbag, бұл подушка безопасности. Папа большой все это управляет почти. Так, навигатор, радио, медиа. Есікті мына жерден ашып жасаған болады екен. Ашылып жауылып жатыр. Сара. Машина ұнады ма саған? Так, есігін подожди жауымыз әз. Келің енді подкапотный пространствоны бір көріп өтеміз. Так, ручка мына астында қызыл бар екен. Так, капот 4 цилиндрлік дизельный мотор, аккумуляторы бар и газлифт. Ну, стандартный дизельный мотор. V-образный. Осымен бүгінгі видеомызды жұмақлаймыз. Машинда түсіруге жәрдем берген хозяиніне рахмет айтып қаламыз. Машинның бағасын есілетіп өтемен 6,5 миллион рубль болып қалады. Бұл дегені $100,000 атырапында бұл машин. Каналымызға ағза болың, әмде видеоларды көріп барың. Саламат, попрощайся. До свидания. До свидания. Пока-пока. До следующего видео. Ага. Агасың интересный машин, дизельный мотор. 4 цилиндрлік дизельный мотор болса. Нет, я хочу машину. Потом еще круто. Сейчас. Міне жолдастар, бүгінгі обзорымызда